Сәлеметсіздер ме? Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тағы да осы гүлдерге өте пайдалы бір тыңайтқыш көрсеткім келіп отыр мен сіздерге. Өздеріңіз білесіздер, жазғы уақытта біз гүлдеріміздің жақсы жетіліп, жақсы өскін шығарып, жақсы гүл ашуына көмектесуіміз керек. Осы менің каналымда көптеген осы гүлдерге пайдалы, гүлдердің гүл ашуына пайдалы, гүлдердің тез өсуіне, тамырлауына, қалай өскін шығарамыз, гүлдерге қандай топырақ керек, қандай қоспалар дайындаймыз, сол туралы менің каналымда көптеген видеороликтер бар. Соны ашып қарасаңыздар болады. Енді бүгін мен гүлдерге өте пайдалы екі зат туралы айтқым келіп отыр. Бұл барлық үй гүлдеріне пайдалана беруге болатын зат. Мысалға, антуриум болсын, фиалка, замиокулькас, әйел бақыты болсын, басқа да гүлдерге пайдалана беруге болады. Және де бұл гүл ашатын гүлдерге де өте пайдасы мол. Егер сіз гүлдеріңіздің сарғая бастағанын білсеңіз, онда осы қоспаны міндетті түрде гүлдеріңізге берсеңіздер болады. Бұл гүлдеріңіздің түрін келтіру үшін бұл екі қоспадан жасалған тыңайтқышты гүлдерге берсеңіздер, гүлдеріңіз жақсы өсетін болады. Бұл және де ауырып, нашар өсіп тұрған гүлдерге де өте пайдасы зор. Енді бізге өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай аспирин қажет. Аспиринді біз жаңғыз өзіміз ауырғанда емес, гүлдерге де пайдалануға болады екен. Бізге 1 литр жылы су қажет, сосын 50 миллилитрдай кішкене ғана ыстық қайнаған су қажет. Білеміз, бұл аспирин тез ере қоймайды салқын суда, сондықтан да бұл аспиринді бірінші біз жақсылап тұрып, осы ыстық суда езіп аламыз. Сөйтіп жақсылап араластырып, осы суда бір 2-3 минуттай қалдырамыз. Сол ыстық суда бұл аспирин тұрып, жақсы езілетін болады. Бұл екі қоспадан жасалынған тыңайтқыш бір жағынан гүлдерге тыңайтқыш ретінде болса, екінші жағынан стимулятор, үшінші жағынан өсімдіктерге емдік дәрі болып келеді. Сау гүлдеріңіздің өсуін арттырса, ауырып тұрған гүлдерді емдейді. Емдік қасиеті бар тыңайтқыштар. Гүлдердің иммунитеттерін көтереді. Осы тыңайтқыштан кейін гүлдеріңіздің жапырақтары әдемі рең беріп, гүлдер тіріліп, әдемі болып өсе бастағанын көре бастайсыз. Міне енді біздің жаңағы ыстық суға жібітіп қойған аспириніміз еріді. Оны 1 литрлік суға салып араластырып алдық. Енді бізге екінші қоспа, ол циркон қажет. Бәріміз білеміз, циркон гүл өсіретін үйде болуы шарт деп айтқым келеді. Бізге 4 тамшы циркон керек. Біз міне 4 тамшы цирконды араластырып аспирин бар суға салдық. Енді екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Бірақ бұл екі заттың қосындысы жақсы араласу үшін біз осы суды жақсылап көпіртіп аламыз. Циркон өздеріңіз жақсы білесіздер, көпіреді. Ол көпірген сайын бұл қоспаның күші арта береді. Сондықтан да біз жақсылап тұрып осы цирконы бар суды араластырып, әбден көпіртіп аламыз. Бұл өзі арзан, қолда бар заттардың қосындысынан жасалынған тыңайтқыш гүлдердің қайта жанданып, қайта өсуіне өте жақсы көмек береді. Аспирин бұл гүлдердің жақсаруына, саңырауқұлақ ауруынан, түрлі аурулардан қорғап өсуін реттейді. Бұл гүлдердің өсуін жақсартатын болса, және де топырақтың қышқылдығын арттырады. Енді цирконды айтатын болсақ, ол циркон гүлдерге өте пайдалы, өсуіне, жапырақ ашуына, стресстен шығуына, әлсіздіктен сақтап, гүлдердің тамырлануына өте жақсы көмектеседі. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Біз гүлді қайта еккенде,
гүлді бір бөлмеден бір бөлмеге апарғанда, я болмаса гүлді сатып әкелгенде міндетті түрде циркон араласқан суды гүлдерімізге себеміз, және де гүлдерімізге топырағына құйып жатамыз. Міне енді өздеріңіз көрсеңіздер, мынау менің кішкентай ғана өскін фикус бенджамин, көрсеңіздер өсіп қалды. Оны мен мынау кішкентай ғана қалақшамен құйып жатқан гүлдерімнің барлығын мен кеше топырақтары кеуіп қалғасын кәдімгі таза сумен суарып қойғанмын. Сосын енді оларға кішкене ғана беріп жатырмын. Енді өткені бұларды мен алдын ала суарып қойдым. Ал топырақтары кепкен гүлдерге мен бұлай суды құя беремін. Сіздерге айта кетейін, мен барлық өзімнің видеороликтарымда сіздерге айтып жүремін. Мен гүлдерге алдын ала суармай, осындай жасалынған қоспа суларды бере беремін. Өткені біз бұл қоспаның барлығын өзінің мөлшерімен жасап отырмыз, сондықтан да қорықпай бере беруге болады. Ал егер де сіздер күмәнданатын болсаңыздар, ол кезде алдын ала суарып алып, сосын барып гүлдеріңізге осындай қоспаларды, тыңайтқыштарды берсеңіздер болады. Негізі суарғанда да суды аздау құймасаңыздар, суды көп құйып, және де оның үстіне тағы осындай қоспа суды құятын болсаңыздар, сіздердің топырақтарыңыз шылқып кетіп, тез кеппейді де, содан ұзақ топырақ ылғал болып тұрып қалғаннан кейін оның тамыры шіріп, шіркейлер, әртүрлі зиянкестер пайда болуы мүмкін. Сондықтан да гүлдерге су құйғанда да мөлшерімен құюымыз керек. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, менің гүлдерімнің барлығы өскін гүлдер. Бұлардың барлығы жазда белсенді өседі. Сондықтан да мен әр топырағы кепкен сайын осы қоспаларды алмастырып беріп тұрамын. Және де ұмытпаңыздар, үнемі бұндай қоспа бермей, арасында таза, тұнған, жылы сумен суарып тұру керек. Ол таза судың өзі де гүлдердің жақсы өсуіне көмектеседі. Ал егер де сіздер осындай қоспа гүлдеріңізге беретін болсаңыздар, бұл қоспаларында гүлдерге тез гүлдерді, бір сөзбен айтқанда, гүлдерді тірілтуге өте жақсы көмектеседі. Бұл циркон мен аспириннен қосылған қоспа тыңайтқыштар, ол екеуі араласып, жақсы күш алып, гүлдердің белсенді өсуіне көмектеседі. Енді мен айтатын болсам, мысалға кейбір біздің көрермендер айтып жатады, осындай жаңағы интернеттен көріп, гүлдерімізді өлтіріп алып жатырмын деп. Егер де сіздер мөлшерін дұрыс беретін болсаңыздар, ешқандай гүлдеріңіз өлмей, жақсы өсетін болады. Және де сіздер мысалға жылына бір рет, негізі әр көктем сайын біз гүлдердің топырағын жаңартып тұруымыз керек. Өйткені бұл топырақ жыл бойы көнереді ғой. Топырақтың ішіндегі барлық құнарлы заттарды, құнарлы тыңайтқыштарды гүлдердің тамыры ішіп, өздерінің бойына сіңіріп өседі. Ал ол бір жылдың ішінде бұл гүлдердің тамырындағы, гүлдердің топырағындағы барлық тыңайтқыштар кеткеннен кейін, ол қара су берсеңіздер де, бұл гүлдер өспейді, өзін жайсыз сезінеді. Сондықтан да егер де топырақтарыңыз көнерген болса, міндетті түрде 2 жетіде бір рет осындай қоспаларды беріп тұрсаңыздар болады. Мен ұмытып бара жатыр екенмін. Бұл қоспаны біз айына бір рет беруіміз керек, оны ұмытпаңыздар. Ал 2 жетіде бір рет беретін қоспалар да болады. Оны сол уақытында өзінің мөлшерімен беріп тұрсаңыздар, сіздердің гүлдеріңіз иммунитеттері көтеріліп, жақсы әдемі жапырақтары қанық болып, көп өскін беріп, гүлдерін ашып, жақсы өсетін болады. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жасап отырыңыздар. Осы менің жасап жатқан қоспаларымды сіздер де гүлдеріңізге беріп көріңіздер. Сіздермен болған бақыт, сау, саламатта болыңыздар.